Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры жұп-жұқа жыртылмайтын, езілмейтін, балғын болып шығатын осындай манты жасайтын боламыз. Әр жерде әртүрлі айтылады. Ұйғырский манты деп те аталады, петр манты деп те аталады. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ол үшін біз ұнымызға бір жұмыртқа қосып, қатты қамыр илеп аламыз. Қамырыңыз қатты болғаны дұрыс, тым бос қылып илеуге болмайды. Мінекей қамырымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай қатты басып ең қандырамыз әбден. Тындырып қойып, әр 10 минут сайын басып отыратын боламыз. Қамырымыз тынғанша салмасын дайындайтын боламыз. Мен фарштан емес, осылай етті кубик қылып турау арқылы дайындаймын. Дәмді болып шығады, осылай істеп көріңіздер. Ет, құйрық май, сарымсақ, ішіне қалауыңша қоссаңыз болады. Барлығын кубиктап осылай турап аламыз. Салмамыз дайын. Барлығын 4 бұрыштап осылай турадым. Қара бұрыш өз қалауыңша ішіне дәмдеуіштер қоссаңыз болады. 1-2 ас қасықтай сұйық май жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Осыған дейін қамырды бірнеше рет басып, ең қандырып, тындырып қойдым. Қамырды 14-15 граммнан осылай өлшеп кесіп алдым. Тым үлкен қылмай, 14-15 грамм көлемінде болса жақсы шығады. Шет-шетін жұқа қылып, жеке-жеке жазып аламыз. Ең бастысы қамыры, сондықтан илегенде де жазғанда да көбірек мән берсеңіздер дұрыс болады. Мінекей осылай барлығын жазып алдым. Енді түйетін боламыз. Бұл жерде түйгенім дұрыс көрінбей қалыпты, сондықтан фарштан қайтадан түйіп көрсеттім. Мінекей. Ішіне қарай қайырып, осылай түйіп шығамыз барлығын. Қиындығы жоқ. Осылай түйіп шығамыз барлығын. Жазған кезде қамырды шетін жұқа болса, осылай түйген кезде қалың болып, қатты болып қалмайды.
Қасқанымызды майлап, осылай тізіп алдым. Қайнап тұрған суға 25-30 минут пісіреміз. Одан көп пісірудің қажеті жоқ. Неге мантымыз дайын болды. Өте әдемі болып пісіп шықты. Астарыңыз дәмді болсын.